Саламатсыздар ма? Біз оқушыларымызбен бірге Әділ патша деген кітапты оқыған едік. Бүгін осы кітаптың ішіндегі ертегіні, қандай ертегі айтып бересің? Көл түбіндегі алтын. Көл түбіндегі алтын деген ертегіні айтатын боламыз. Менің есімім Асылзат Асқанбекқызы, менің оқушымның есімі Әлинұр Мұханұлы. Алинар. Ендеше ертегіні баяндай ғой. Баяғыда бір хан болыпты. Ол өте дана, ақылды адам болыпты. Бір күні ол қайтыс болады. Және таққа оның баласы отырады. Бірақ ол баласы өзінің әкесіндей ақылды болмайды. Оның мақсаты тек қана халқын, сол елді байыту болатын. Және әр жастарға жұмыс береді. Сен мынаны істейсің деген сияқты. Және Ешкімді жұмыссыз қоймайды, иә. Сөйтіп, ол қарттар мүлде керек емес, олар жатып шер деген бір заң шығарады. 60-тан асқан қарияларды өлтіру керек дейді. Сол бір қойшы бала бар еді. Ол қойшы баланың да әкесі 60 жастан асқан екен. Ол әкесін өлтіруге қимай сандықтың ішінде бағады. Сол бір күні хан көлде шомылып жүріп, бір алтынды байқап қалады. Оны қанша жүзіп таба алмайды. Қасындағы нөкерлері де жүзіп таба алмайды. Қаншама сүңгуірлер келеді, ешқайсысы таба алмайды. Және сол оқиғаны баласы әкесіне баяндап береді. Хан не деп жарлық шығарады, егер кімде-кім сол алтынды тауып берсе, оның кез келген бір тілегін орындаймын дейді. Сол оқиғаны баласы әкесіне баяндап береді. Ол әкесі былай айтады: бір темір қазықтың 4 қыры болсын, оны жылтыратып көлдің ортасына қой. Жарық қай жерден түскенін маған айтып бер дейді. Баласы дәл солай жасап, батыс жақтан дейді. Онда әкесі айтады: балам, ол алтын көлдің түбінде емес, ол сол жақтағы бір таудың үстінен түсіп тұрған жарық деді. Баласы сол сөзді естіп, алтынды қайдан іздеу керек деді? таудың төбесінен. Таудың басынан іздеу керек. Баласы соны естіп, таудың төбесіне шығады. Таудың төбесіне шықса, самұрық құстың ұясында дәл сол іздеген алтын тұр екен. Ол алтынды ханға береді. Хан айтады: ал қандай тілегіңді айтасың дейді. Бала айтады: мен осы уақытқа дейін әкемді өлтірмей келген едім, сандықта бақтым дейді. Онда бір өтінішім бар, айта ғой дейді. Ешқашан кәрілерді өлтірмеңіз. Бұған менің ақылым жеткен жоқ. Бұны менің әкем маған айтты деді. Бұл менің ақылыммен емес табылған, бұл әкемнің ақылы арқылы табылған алтын болатын дейді. Қатесін түсініп, енді кәрілерді ешқашан өлтірмейтін болыпты. Қарияларға тиіспейтін сондай қайтадан заң шығарады екен. Мінекей, ертегінің желісі осындай. Ал Әлинұр, енді бұл ертегіден біз қандай тәрбиелік мән аламыз? Біз өзімізді тәрбиелеу ғой, ертегі оқудағы біздің мақсатымыз. Бұдан не түсіндің осы ертегіден? Мен адам бір қалыпта тұра бермейді. Өзінің әртүрлі кезеңінен өтеді, сынағынан өтеді және қартаяды. Және қарт адамдар жастарға өзінің жиып терген ақылымен, даналығымен көмектеседі. Ол жас кезде, мысалы, мынау физикалық жұмысқа шамасы жеткен адам қартайғанда оған шамасы жетпей қалады, ал ол кезде адам енді қоғамға пайдасыз болып қала ма? Жоқ. Ол қалай пайдасын тигізеді ары қарайда? Қоғамға қалай қызмет қыла береді? Даналығымен, парасаттылығымен. Сондықтан қазірден бастап қазыналық қарттыққа дайындалу керек. Дұрыс айтасың. Адамның өмірдегі негізгі мақсаттарының бірі ерте жастан қазыналы қарттыққа дайындалу керек. Сонысымен құнды, қартайған кезде сонысымен сыйлы болады деп айтып тұр бұл ертегіде. Мінекей, бүгінгі біздің ертегі талдауымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.